Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен пеште піскен картоптың ерекше рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жас картопты жақсылап жуып аламыз. Одан кейін оны кептіреміз. Одан кейін оны мен сияқты фольганың үстіне орналастырамыз. Егер сізде форма для запекания болса, өте тамаша. Сол формаға салып пісірсеңіз болады. Ең алдымен картопқа зәйтүн майын құямыз, тұз себеміз, жақсылап картопымызды ысқылап аламыз. Дайын болған картопымызды 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Духовканы, яғни пешті алдын ала ысытып алған жөн. Картопымыз піскенге дейін біз картоптың ішіне салатын салманы дайындап алсақ болады. Ең алдымен 150-160 грамм сырды алып, осылай үккіштен өткізіп аламыз. Бұл сырдың 100 граммы салмасына, 50-60 граммы бетіне себуге қажет болады. Екіге бөліп қойсаңыздар болады. Салмасына бізге сырдан бөлек сары май қажет болады. Кептірілген түрлі шөптер қажет болады. Тұз қажет болады. Және қара бұрыш қажет болады. Және кептірілген чеснок немесе сарымсақ қажет болады. Біздің картоптарымыз дайын болды. Картопты ең алдымен екіге бөліп аламыз. Содан кейін қасықтың көмегімен картоптың ішін алып тастаймыз. Барлығын ыстық кезінде алып тастаған жөн. Картоптың ішін біз картопқа салатын салма ретінде пайдаланамыз. Картопымыздың ішін толық тазалағаннан кейін картопымыздың сырты осындай лодочка болып қалады. Енді салмасына кірісейік. Ең алдымен картопты жақсылап езіп аламыз. Езілген картопымыздың үстіне сары майды саламыз. Одан кейін кептірілген шөптерімізді саламыз. Егер де сізде балғын шөптер бар болса, қалауыңызша балғын шөптерді пайдалансаңыз болады. Одан кейін біз кептірілген сарымсақты саламыз. Тұзымызды, қара бұрышымызды, сырымызды салып, жақсылап араластырып, салмамызды дайындап аламыз. Естеріңізде болса, біз сырды бағана дайындап қойған едік. Мінекей, біздің салмамыз да дайын болды. Дайын болған салмамызды лодочканың ішіне саламыз. Салмамыздың үстінен жаңа алып қалған 50-60 грамм сырымызды сеуіп шығамыз. Содан кейін картопымызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа салып аламыз. Біздің картопымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.
осы рецептпен осындай ерекше картоп пісіріп көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге осы рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет, сіздермен болған бақыт.